Баршаңызға сәлем. Капкейкті дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасындағы сары май және қант керек. Екеуін жақсылап араластырып миксерлейміз. Бірінші миксерлеп, онан соң жұмыртқаны қосатын боламыз. Жұмыртқаның температурасы маңызды емес. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз және де оған сүтті қосатын боламыз. Сүттің де температурасы маңызды емес, салқын болсын, жылы болсын, маңызды емес. Алдын ала ұн мен разрыхителді ыдыста араластырып қоямын және де оны міндетті түрде електен өткізетін боламыз. Барлық ұнды бірден салып араластырамыз. Қамырдың қоюлығы қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа болу керек. Жақсылап миксерлеп араластыратын боламыз. Алдын ала дайындап қоямыз ыдысымызды. 1-1,5 қасықтан құйып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 25-30 минуттан пісіріп алатын боламыз. Жұмсақ әрі нәзік капкейктеріміз дайын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Капкейктердің бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілеп, әсемдесеңіздер болады.